Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Екінші есепте баған түрінде есептеп дұрыстығын тексеру керек. Мысалы 209-ды 2-ке көбейтеміз. 2-ні бірліктің, яғни 9-ның астына жасамыз. 9-ды 2-ке көбейткенде 18, 8-ні жасамыз да 1-ін ойда сақтаймыз. Кейін 2-ні 0-ге көбейтеміз. 2-ні 0-ге көбейткенде 0, ойдағы 1-мен 1 деп жазып қоямыз. 2-ні 2-ке көбейткенде 4. Жауабы 418. Ал енді дұрыстығын тексереміз. 418-ді 2-ге бөлеміз. 4-тің ішінде 2 рет бар. 2-ні жазып қоямыз. 4-тен 4-ті азайтқанда 0 болады. Енді 1-ді түсіреміз. 1-дің ішінде 2 келмейді. Келмегендіктен 2-ден кейін біз 0-ді жазып қоямыз. Одан соң 8-ді түсіреміз 1-ның қасына. 18. 18-дің ішінде 2 9 рет бар. 9-ды жазып қоямыз. 18-ден 18 азайтқанда 0 болады. Сонда жауабы 209. Осылай дұрыстығын тексеру арқылы есепті қалай дұрыс шығарғанымызды біле аламыз. Келесі 324-ті 3-ке бөлеміз. 3-тің ішінде 3 1 рет бар. 1-ді жазып қоямыз. 3-тен 3-ті азайтамыз. 0 болады. 2-ні түсіреміз. 2-ның ішінде 3 болмағандықтан қасына 4-ті түсіреміз. Ал 1-ның қасына 0-ді жазып қоямыз. Сосын 24-тің ішінде 3 8 рет бар. 8-ді жазып қоямыз да 24-тен 24-ті азайтамыз. Сонда 0 болады. Жауабы 108. Дұрыстығын тексеру үшін 108-ді 3-ке көбейтеміз. 3-ті 8-ге көбейткенде 24, 4-ін жазып қоямыз да 2-сін ойда сақтаймыз. 3-ті 0-ге көбейткенде 0, ойдағы 2 мен 2 болады. Енді 3-ті 1-ге көбейткенде 3 болады. Жауабы 324. Осылай есебімізді дұрыс шығардық. Ал әсінде өзіміз осындай мысалдар құрастыруымыз керек. Оны баған түрінде жазып есептейміз. Кейін дұрыстығын тексеру керек. А есебінде өздеріңіз мысал жаза аласыздар. Үшінші есепте 2 мәтінді есепті шығару керек. Бізге кесірткен ұзындығы белгілі 209 см, ал қолтырауының ұзындығы одан 3 есе артық. Сонда 209-ды 3-ке көбейту арқылы біз қолтырауының ұзындығын таба аламыз. Сонда 627 шығады. Ол қолтырауының ұзындығы. Ал бізге қолтырауын кесірткеден неше сантиметрге ұзын екенін табу керек. Сонда 627-ден 209-ды азайтамыз. Жауабы 418. Ал А есебінде пілдің биіктігі 324 см екені белгілі. Ал сусырдың биіктігі одан 3 есе кем. Сусыр пілден неше сантиметрге аласа екенін табу керек. Сусырдың биіктігін табу үшін 324-ті 3-ке бөлеміз. Сонда 108. Ол сусырдың биіктігі. 324-тен 108-ді азайтамыз. Жауабы 216. Төртінші есепте теңдеулерді шешу керек. Мысалы, 165 пен x-тің қосындысы тең болады 104 пен 3-тің көбейтіндісі. 160 пен x-тің қосындысын жазып қоямыз да 104-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 312. Енді x-тен болады дейміз де 312 азайтылған 165 дейміз. Кейін астына x-тен болады. Екеуінің айырмасының мәні 147. Соны жазып қоямыз. Астын сызамыз. Енді оны тексереміз. 165 қосылған x-ның орнына 147 тең болады 104 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда 312 тең болады 312. Бесінші есепте көбейтінділерді көбейткіштердің квадратына немесе кубына алмастыру керек. Өрнектердің мәнін табамыз. 4 көбейтілген 4-ті біз кубқа айналдырамыз. Себебі 4 бізде 3 рет көбейтіліп тұр. Ол яғни 4-тің кубы. Сонда 4 көбейту 4-тің жауабы 64. Келесі 10 көбейту 10. Біз оны 10-ның кубы деп жазып қоямыз. Себебі 10 өз-өзіне 3 рет көбейтіліп тұр. 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейткенде 1000 шығады. 5 көбейту 5. Ол бізде 5-тің квадраты. Себебі 5 өз-өзіне 2 рет көбейтіліп тұр. 5-ді 5-ке көбейткенде 25. Осылай қалған есептерді де шығарамыз. Ал келесі А есебінде көбейткіштердің квадраты мен кубын көбейтінділермен алмастыру керек. Және олардың мәнін табамыз. Мысалы 4-тің кубы қосылған 300. Бізде 4-тің кубы дегеніміз 4 көбейту 4. Яғни 4-тің өз-өзіне 3 рет көбейтілуі. Оның жауабы 64. 64-ке 300-ді қосқанда 364 болады. Келесі оның квадраты азайтылған 56.
10-ның квадраты дегеніміз 10-ның өз-өзіне 2 рет көбейтілуі. Ол бізде 100, 100-ден 56-ны азайтқанда 44 шығады. Одан соң 10-ның кубы азайтылған 534. 10-ның кубы дегеніміз 10-ның өз-өзіне 3 рет көбейтілуі. Мұннан 534 азайтқанда 466. 6-шы есепте баған түрінде жазып есептеу керек. 7-ші есепте екі мәтінді есепті шығару керек. А есебінде түйе бір ішкенде 108 литрге дейін су ішетіні белгілі, ал 6 түйеге неше литр су қажет екенін табу керек. Оны табу үшін бір түйе ішетін су, яғни 108 литрді біз 6-ға көбейтеміз. Сонда 648 литр су қажет екенін таптық. А есебінде сиыр тәулігіне 105 литр су ішетіні белгілі, ал сиыр бір аптада неше литр су ішетінін табу керек. Біз 105-ті, яғни бір күнде ішетін су мөлшерін біз 7-ге көбейтеміз. Ол бізде 7 күн, яғни бір апта. Сонда 735 литр шығады. 8-ші есепте тікбұрышты үшбұрыштардың ауданын табуымыз керек. Біз қарапайым тілмен айтқанда тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз кәдімгі тікбұрыштың жартысы деп айта аламыз. Енді бірінші үшбұрыштың ауданын тауып көрейік. Бізде ұзындығы 3 см, ал ені 2 см. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. Сонда 3-ті 2-ге көбейтеміз, шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 см квадрат. Сонда бірінші тікбұрышты үшбұрыштың ауданының мәні 3 см квадрат. Қалған екі үшбұрышты де дәл солай табамыз. Екінші үшбұрышта ұзындығы 4 см, ал ені 3 см. 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12, 12-ні 2-ге бөлеміз, 6 см квадрат. Үшінші үшбұрышта ұзындығы 5 см, ені 4 см. 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20, 20-ны 2-ге бөлеміз, 10 см квадрат. 9-шы есепте біз ең алдымен қабыланың астындағы қасқырды ортақ орынға жібереміз. Содан қабыланың орны бос қалады. Ол жерге арыстанның астындағы қабыланды қоямыз. Содан арыстанның астындағы орын бос қалады. Ол жерге қолтырауының астындағы арыстанды жібереміз. Содан қолтырауының асты да бос қалады. Оған есектің астындағы қолтырауынды жібереміз. Есектің асты бос қалғасын есектің астына қоямыз. Сосын қасқырдың астына ортақ орындағы қасқырды қойып қоямыз. Солай біз барлық жануарды рет-ретімен дұрыстап орналастырдық. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.